Жөтел мазаңызды алса, жөтелді бір күнде жоқ қылатын сироп жасаймыз. Видеоның соңына дейін тыңдаңыздар, барлық рецептті айтатын боламын. Бізге керегі пияз. Пияз керемет антисептик. Кей адамдар тұмаумен ауырғанда бактерияның көбеюін тоқтату үшін бөлмелерге пияз бен сарымсақты кесіп қояды. Себебі пияздың құрамында бактериялармен күресетін биологиялық белсенді зат бар. Тұмаудан және жөтелден тез жазылуға көмектесетін пияздан жасалатын рецептіні ұсынамын. Бірінші рецепт: бір пиязды ұсақтап турап кішкентай құтыға салыңыз. Оның үстіне 2 ас қасық қант салыңыз. Құтының қақпағын жауып, қараңғы жерге 2 сағатқа қойыңыз. Сол кезде пияздың суы шығады. Оған қант қосылғандықтан пияздың әші дәмі сәл басады. Дайын шәрбатты жөтел кезінде ересектер күніне ас қасықпен 3 рет, ал балалар шай қасықпен 3 рет ішу керек. Бұл шәрбатты ұзақ сақтауға болмайды. Сондықтан бір шағын пияздан дайындап, ол таусылғаннан кейін ғана келесі шәрбатты жасаңыз. Екінші рецепт: жөтел кезінде ата-аналар балаларға жылы сүтке сармай салып береді. Егер жөтел ұлғайып кеткен болса, сүтке пияз қайнатып берген жөн. Ол үшін бір кесе сүтке жарты пиязды салып 3-4 минут қайнату керек. Судан соң сүтін сүзіп алып ішу керек. Оны ересектерге де, балаларға да беруге болады. Мұндай сүтті күніне 2-3 рет ішкен дұрыс. Үшінші рецепт: жөтелге және тұмауға қарсы тағы бір құрал. Ол пияз бен бал. Оны дайындау үшін бір бас пиязымызды ұсақтап майдалап турап, үстіне таза 1 ас қасық табиғи балымызды ыдысымызға салып, бетін жауып қоямыз 2 сағатқа. Сол кезде пияздың суы шығады. Осы қоспаны 1 шай қасықпен 3 рет ішу керек. Пиязды қай уақытта қолдануға болмайды? Баланың пиязға жоғарғы сезімталдығы болмаған жағдайда ғана одан жасалған емдік құралдарды беруге болады. Аллергия болу қаупі жоғарғы болғандықтан пияз бен бал қоспасын 3 жастан төмен балаларға беруге ұсынылмайды. Мұндай дәріні балаға бірінші рет бергенде аз-аздан ұсыну керек. Мысалы, бастапқыда тек қасықтың ұшымен ғана беріңіз. Бала асқазаны тітіркенбес үшін бұл дәрілерден соң міндетті түрде су ішкізіңіз. Ал ересектерде пиязға немесе балға аллергия болса және асқазан ішек жолы аурулары болса, пияздан жасалған дәрілерді ішу ұсынылмайды. Пияздан жасалатын емдік құралдар тұмауды және жөтелді жылдам кетіруге көмектеседі. Алайда оны ішу мөлшерін дұрыс сақтау керек. Сонымен қатар оны балаға берерде дәрігермен ақылдасып алғаныңыз жөн. Дәл осындай пайдалы ақпараттарды өткізіп алмау үшін YouTube каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар.